Сәлеметсіздер ме, балалар? Сіздермен бүгін жаңа бөлім бастаймыз. Дені саудың жаны сау бөлімі. Ал бүгінгі сабақтың тақырыбы оң қолымда 5 саусақ. Сабақтың мақсаты тыңдаған мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру. Сәйкес иллюстрация суреттер сызбаларды таңдау. Қажетті ақпаратты табу. Жаңа сөздермен таныс болайық. Шаш, бас, мұрын, құлақ, көз, саусақ, алақан, ауыз. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтып үйренеміз. Қайталаймыз. Шаш, волосы, шаш, бас, голова, мұрын, құлақ, көз, саусақ, алақан, ауыз. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Алдарыңызда берілген суретке мұқият қараймыз. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала, оқы. Бас, оң қол, сол қол, оң аяқ, сол аяқ. Қайталаймыз. Бас, оң қол, правая рука, сол қол, левая рука, оң аяқ, правая нога, сол аяқ, левая нога. Молодцы. Қайталаймыз. Бас, оң қол, сол қол, оң аяқ, сол аяқ. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Суреттерге қарап, сөздерді есте сақтаймыз. Бірінші суретте мынау бас. Это голова. Жарайсыңдар балалар. Мынау құлақ. Ненің суретін көрсетіп тұр? Әрине балалар, өте дұрыс. Мынау көз. Мынау ауыз. Мынау қол. Оң қол, сол қол. Жарайсыңдар балалар. Мынау шаш. Волосы, шаш. Мынау қас. Брови, қас. Қас. Мұрын. Мұрын. Мынау сол аяқ. Мынау оң аяқ. Өте жақсы. Тағы бір қайталап шығайық. Бас, құлақ, көз, ауыз, оң қол, сол қол, шаш, қас, мұрын, оң аяқ, сол аяқ. Тамаша. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала, оқы. Оң қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ. Алақанды ашамыз, 5-ті 5-ке қосамыз. Өте жақсы балалар. Қайталаймыз. Оң қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ. Алақанды ашамыз, 5-ті 5-ке қосамыз. Кәне балалар, аударып көрейік. Оң қолымда 5 саусақ. На правой руке у меня 5 пальцев. Правильно. Сол қолымда 5 саусақ. Алақанды ашамыз, 5-ті 5-ке қосамыз. Жарайсыңдар балалар. Оң қолымызда 5 саусақ,
Сол қолымызда 5 саусақ. 5-ті 5-ке қосқанда болды бізде неше саусақ? Әрине балалар, өте дұрыс. Бізде 10 саусақ. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Тыңда, қайтала, оқы, үлгі бойынша сөйлес. Алмабек, мынау қай қол? Оң қол. Мынау қай қол? Сол қол. Оң қолыңда неше саусақ бар? 5 саусақ. Сол қолыңда неше саусақ бар? 5 саусақ. Әрине балалар, өте жақсы. Енді сұраққа жауап берейік. Борис, мынау не? Бұл қай қол? Оң қолыңда неше саусақ бар? Сол қолыңда неше саусақ бар? 5-ке 5-ті қосқанда неше саусақ бар сенде? Жарайсың, Борис, өте жақсы. Дәптерлеріңізге бағдаршамның көздерін саласыздар. Жасыл түс мен бәрін түсіндім. Маған тапсырмаларды оқу керек. Сары түсті және мен түсінбедім, қызыл түсті. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.